Бердібек Соқпақбаев, балалық шаққа саяхат, үзік-үзік суреттер. Жаз, жайлау, шұбала қонған киіз үйлер. Қанаттас бір ауылға апам мені жетелеп қыдырыстап келген. 3-4 әйел үйде шәй ішіп, әңгімелесіп отырда, мен сыртта асық ойнаған балалардың қасында қызықтап қарап тұрмын. Ересектеу баланың бірі кенет иығымнан жұлқып қалды. Әне, сені тастап шешең кетіп бара жатыр. Ауылдың ортасын қақ жарып, тарам-тарам соқпақ жол өтеді. Сол жолмен түйеге мінгескен екі әйел соқтырып кетіп барады. Екеуі де кимешек киген. Артындағысы аумаған менің шешем. Мені бөтен ауылда қалдырып жөнеп барады. Мен шешемнен өлмей қалармын. Апа, апа деп артынан қуып бердім. Құлындағы дауысым Құдайға жетіп, бақырып жүгіріп келем. Аяулы шешемнің маған бұрылып қарағысы да келмейді. Апа, апа! Бақырудан өңешім жыртыла жаздайды. Жол шетіндегі үйлердің адамдары бәрі маған қарап қалған. Тек шешем ғана қарамайды. Ұзын аяқтарымен тайраңдай желген жүрдек түйе оңайлықпен жеткізбейді. Бір әйел көлденеңнен дауыстай: «Әй қатын, балаң жылап келеді» деді. Шешем енді ғана маған жалт бұрылып қарады. Сөйтсем, шешем деп жылап келе жатқан адамым мүлдем бөтен. Алдындағысы да мен танымайтын басқа әйел. Өз шешем сол әлгі шәй ішкен үйде отыр. Уақыттың көбін су бойында өткіземіз. Су бойында ойнаймыз. Міне, енді қалжырап үйге қайтып келем. Қарнымда түк қалмаған. Ашпын. Шешем құр талқан берді. Дәмсіз қара талқан. Жейін десем тамағымнан жүрмейді. Біздің ауылдан жоғары бір шақырымдай жерде Киікбай ауылы. Сонда күйеуге тиген немере әпкем тұрады. Қалай келгенімді білмеймін, сол үйде қазанға қарып жатқан күйелештеу нан жеп отырмын. Бір кезде есіктен шешем кіріп келді. Мені көріп жылап бас салды. Неге жылайтынына түсінбеймін. Сөйтсем, шешем мені аяқ астынан жоғалтып алған. Бүкіл ауылдан іздеп таппаған. Суда ағып кеткен деп ойлап, есі қалмаған. Бұдан аз бұрын шешем мені осында ертіп келіп нан жегізген екен. Тағы да киіз үй тіккен көшпелі ауыл. Күз кезі болар. Жердің оты қашқан. Ауылға төрт-төрттен сап түзеген салт атты көп әскер кіріп келеді. Бастарында шошақ төбелі шлем буденовка. Мойындарында найзалы мылтық. Алдыңғы біреу желбіретіп қызыл ту ұстаған. Кілең, шолақ құйрық аттар. Жұрт үйді-үйлерінің есіктерінен бастарын шығарып қарап қалған. Әскер ауылдан өлеңдетіп шығып кетіп барады. Дауыстарынан жер солқылдайды. Ауылдың қасындағы қара жолдың шаңын аспанға көтеріп, қора-қора мал айдап өтеді. Аттылы жаяу адамдар малмен бірге кетіп бара жатады. Кейі мойындарынан айқастырып, тапанша, сумка салған. Бұл кәмпеске. Кешқұрым отбасын айнала отырып алып үлкендер әңгіме шертеді. Іштерінде менің әкем, ағаларым. Жұрт колхоз болады, бір қазаннан ас ішіп, бір көрпенің астында ұйықтайды деген тәрізді үрейлі әңгіме айтылады. Бай құлақты жояды екен дейді. Байы бай, түсінікті, жоя берсін. Ал құлақты неге жояды? Кесеме сонда? Түсінбеймін. Бәлшейбек, социализм, комсомол деген тәрізді жаңа сөздер жиі айтылады. Пәленше комсомолға жазылыпты десе, тыңдап отырғандар үдірейісіп қалады. Біздің үйдегі бірден бір хат танитын оқымызды сатылған ағайым. Ол үлкендігі тоқымдай қарала қағаздар ұстап келеді. Аға, бұл не? Кәзит. Кәзит те бұл ел үшін соны зат. Сатылған оқиды. Басқалар жапырлап құлақ түріп тыңдайды. Содан соң кәзит олай депті, кәзит былай депті деп таратып әкетеді. Оқылған газет жыртылмайды. Үйге көрік беретін кілем орнына қабырғаға жағалата ілініп қойылады. Әр жерінде адамның және бірдеңелердің суреттері.
Мен суреттерге тамашалап қараумен болам. Мұншама ұқсас салынғанына таңырқайым. Аға, газет қайдан келеді деп сұрайтынмын. Алматыдан келеді, өкімет шығарады. Алматы жер түбі, үлкен қала екенін білем. Ал өкімет не? Өкімет ол осы жұрттың бәрін билейді. Байларды кәмпеске жасайды. Түсіндің бе? Мен басымды изейім. Еміс-еміс бірдеңелерді түсінетін тәріздімін. Жігіт болып қалған сатылған ағайым кішкентай ойық терезенің алдында тікесінен тік тұрып, кітап па, газет пе, бірдеңе оқып тұр. Қарағым, көргім келеді. Бірақ Қазекең көңілі түскен жерден оя салған терезе тым биік, бойым жетпейді. Сатылғанның о жақ бұ жағына шығам, көре алмайым. Ал бірақ көруім керек. Сатылғанның сол жақ қасында қабырғаға сүйелген келсап тұр. Келсаптың қасында сүйеулі шалғы тұр. Әлгінде шешем келсапты төсеніш етіп, сапсыз шалғымен тері сүргілеген. Содан соң екеуін қатар сүйеп қоя салған. Келсаптың қол ұстайтын жері ойық. Соған аяғымның ұшын тіредім де сатыға өрмелеген адамша созылып, көтеріле бердім. Жалаң аяқпын. Көтеріліп үлгермедім. Аяғым тайып кетті де құлап түстім. Бір аяғымды құшақтап зарладым да қалдым. Асыл шалғының ащы жүзі май табанымды ырситып сойып түскен. Бұрқета қалған қараған жаралы аяғымды шеңгелдеп ұстап алған қолымның сыртына көл көсір жайылып барады. Ас үйден шешем жетіп келді. Жараға киіз күйдіріп басып жатыр. Ыстық киіз қарып өлтіріп барады. Шыда, қаны тоқтайды. Сүмбеден әжем бөпке келген. Әже, маған не әкелдің деп қалта-қалтасын ақтарып жатырмын. Әжемнің қалталарында түп болмайды. Түп болатын шығар-ау. Бірақ оған менің қолым оңайлықпен жетпейді. Қолтығыма дейін сұғып жіберіп іздегенде қалта түбінен қолыма ілінбейтін нәрсе жоқ. Жіп, шу, қол орамал, оймақ, құрт кәмпит бәрі аралас. Кешкі уақыт. Бәріміз үйдеміз. Мен әжемнің мойнына асылып, мазалап ойнай бердім. Әжем көнбіс, әрі иі жұмсақ. Мазаладың деп ренжімейді. Зекіріп дауыс көтергенді білмейді. Қазандықтың алдында жайнап жатқан отты көрсетіп, ана отқа түсесің қой, дейді. Мен қоймайм. Қой деген сайын ерегісіп кетем. Арт жақтан тағы да жүгіріп келіп мойнына асыла кетем дегенде бөпке әжем еңкейіп қалсын. Мен екпініммен арасып домалап түсейін. Жайнап жатқан қызыл шоқтың тура үстіне құладым. Отырғандар шу ете қалды. Әсіресе шешемнің ащы даусы шығып кетті. Мен және бір домалап шоқтың үстінен арасып кеттім. Қазақшылап айтқанда құдай қаққан, еш жерім күймеген. Шілденің ыстық күні. Әжем екеуміз сүмбеге нағашым үйіне жаяу келе жатырмыз. Даланың шаңдауыт қара жолы. Жүргінші аз. Бойы шағын әжем аяғын тыпың-тыпың тез басады. Мен енесіне ілескен құлын тәріздімін. Біресе о жағына, біресе бұ жағына шығам. Зорға ілесіп келем. Судың арғы өңірі ойпат. Тоғайлы алқап. Одан әрі тау. Таудың әппақ басы күн нұрымен шағылып көзді ұялтады. Әжемнен ол әппақ не екенін сұрайым. Қар дейді. Жазды күні де қар бола ма? Болады дейді әжем. Қызық, қалайша еріп кетпейді. Таудан бері жазық сардала. Дала төсінде жарқырап аққан өзен, тау өзені. Одан да әрі саржазықтың бетінде темір пештің қызуына ұқсаған, жалындаған ғажайып бір толқын байқалады. Жерден будақ-будақ шығып жатқандай болады. Мен қызықтап қарап көз алмайым. Әже, анау алыстағы будақ-будақ толқын немене? Әжем оның сағым екенін айтады. Сағым деген немене? Түтін бе? Әжем күледі. Сағымның түтін емес екенін түсіндірген болады. Қасына барып, қолмен ұстауға бола ма? Ақымақ неме? Сағым ол жел секілді.
Желді қолмен қалай ұстамақсың? Жауыннан соң кемпірқосақ пайда болады. Дөңнің ар жағында жап-жақын жерде тұрады. Мен қанша рет оның қасына жақын бармақ боп жүгірдім, бірақ жете алған емеспін. Бір дөңнен ассам, және бір дөңнің ар жағына секіріп шығып алыстай беретін тәрізді. Сағым да соған ұқсас болған ғой. Көруін абайқын көресің, ал бірақ жақындап қолмен ұстай алмайсың. Қызық. Бұған да менің ақылым жетпейді. Мен шаршай бастадым. Апа, Сүмбе әлі алыс па? Бүгін ұшқа жетіп қонамыз. Сүмбеге ертең барамыз. Ұш алыс па? Жоқ, онша алыс емес. Мен әжемнің арқасында келе жатырмын. Аяқтарым тынығып, жетісіп қалдым. Жолдың екі жақ жағасы биік шилер. Қияқтары желкілдеп, қау болып көрінеді. Шидің арасы толы шырылдауық шегіртке. Дөңіректі мың құбылтып әнге толтырады. Екі көзі маржанға ұқсаған, шекесінде екі тал қыл мүйізі бар. Ұзын сирақ қанатты көк шегірткені көк шөптен айыру қиын. Адам жақындаған кезде әндетуін қоя қояды. Әбден үстінен басар болғанда тыз етіп бір-ақ ұшады. Анадай барып лақтырған тасқа ұқсап торс етіп салмақпен қонады. Сосын сен ұзай бастағанда тағы да сайрап жөнеледі. Ұшта әлдекімнің жүйрігінде отырмыз. Төте оқу дейтін сөз шыққан. Ауылдың бар адамын оқуға, хат тануға шақырады. Шалдарға дейін қойындарына қағаз, қарындаш салып жүреді. Жұрт бір үйге жиналып сабақ оқиды. Оқытушы сатылған. Мен есікті ақырын ашып сығалап қараймын. Тақтаға жазылған әріптің біреуін сатылған өзінің зіңгіттей оқушыларының бірінен мынау қай әріп деп таяқшамен көрсетіп сұрап тұр. Анау жауап бере алмайды. Шатып бұтады. Ол қай әріп екенін мен білем. Есікті кеңірек ашып, айғайлап айтып жіберем де тұра кеп қашам. Кейде сатылған оқушыларына дәптер, қарындаш үлестіреді. Бір дәптер, жарым қарындаш маған да тиіп қалады. Қарындаштың аздығынан екі адамға біреуін бөліп береді. Қуанышым қойныма симай, үйреніп алған әріптерді шимайлап жазумен болам. Балалық шақтың ең арғы түкпірінен есімде қалған суреттер, міне, осы тәрізді. Біреуіне біреу жалғаспайды, үзік-үзік. Мас болып, немесе ұйықтап отырып көрген кино тәрізді. Басы болса аяғы жоқ, аяғы болса басы жоқ. Көгендеген қозыдай уақыттың желісіне тізіп тастап, рет-ретімен баяндауға келмейді.